Сәлеметсіздер ме, армысыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге карта желаний жайында өз ойымды айтпақпын және де оны қалай жасау керек екенін бөліспекпін. Жалпы карта желаний ол мынандай осындай жаңағы бағдар бойынша жасалады. Ортасына өзіңіздің суретіңізді қоясыз. Міндетті түрде бақытты болған, жаңағы өтірік күлген емес, бақытты болған кездегі суретіңізді қойыңыз. Жаңағы бақытты күліп тұрған, деніңіз сау болған кездегі өзіңіздің бір жақсы, ұнайтын, жаңағы эмоцияға толы суретіңізді қоюға тырысыңыз. Бұл карта желаний фэншуй бойынша жасалған. Демек, әр жаңағы белгіленген жаңағы өзіңіздің арман мақсатыңыздың түсі болу керек дейді. Суретіңіздің жоғары жағында слава, имидж, өзіңіздің жаңағы атағыңыз, атағы даңқыңыз, ол қызыл түспен белгілену керек. Немесе қызыл түсті жаңағы суреттерді жапсыруға тырысасыздар. Одан кейін любовь, брак. Бұл жерде розовый, красный и все оттенки земли. Одан кейін оның аяқ жағында дети және творчество. Бұл белый, золотой, серебряный түстер. Оның асты жағында друзья, путешествие. Оның түсі белый, золотой, серебряный. Суретіңіздің астында карьера. Оның түсі черный, синий, голубой. Оның қасында мудрость, знание. Оның түсі бежевый и все оттенки бежевого. Суретіңіздің оң жағында семья, демек отбасы. Цвет зеленый. Одан кейінгі оң жағының жоғары жағында богатство, деньги. Цвет лиловый и зеленый. Білмедім неге осы түстер қолдану керек екенін, бірақ та бұл жаңағы фэншуй бойынша дұрыс деп есептелінеді. Және де сондай-ақ айтпағым, бұл карта желанийді жасаған кезде бірнеше қағиданы есте сақтаған абзал. Жаңағы суретіңіздің жоғары жағында өзіңіздің жаңағы имиджіңізді, карьераңызды болашақ суретпен белгілеген кезде ешқашанда біреудің белгісіз адамның суретін жапсырмаңыз. Ол жаңағы мейлі қолында ақша ұстап тұрған, мейлі жаңағы әдемі ламборджинидің қасында тұрған адам болса да, оның суретін жапсырмауға тырысыңыз. Және де знаменитости, солардың суретін жапсырмауға тырысыңыздар. Мейлі сіз Бритни Спирс секілді танымал, әлемге танымал әнші болғыңыз келсе де, оның суретін жапсырмаңыз карьераңыздың, жаңағы имиджіңіздің үстіне. Себебі сіз ол кісінің атақ даңқымен қатар, оның жаңағы өмірдегі орын алған қиын тұстарында өзіңізге тартып алуыңыз мүмкін. Сондықтан да біреудің өмірін, біреудің жаңағы суретін жапсыруға болмайды. Бұл жерде жаңағы түрлі коэффициент немесе знактармен, түрлі де басқа да жаңағы атақтың, даңқтың белгілерімен әзірленген суреттерді жапсыруға тырысыңыздар. Одан кейін любовь и бракта тура солай. Біреудің суретін жапсырмаңыздар. Белгісіз бір танымал емес, немесе белгісіз бір танымайтын адамдардың жаңағы махаббат болып тұрған, жаңағы бір-бірін құшақтап тұрған, немесе мейлі ол теріс қарап тұрсын, жапсырмаңыздар. Психологтардың айтпағы, бұнда өзіңіздің қазіргі жүріп жүрген жолдас қызыңыз, немесе жаңағы жігітіңіздің суретін жапсырмауға тырысыңыз. Себебі сіз білмейсіз ғой болашақта не болатын. Жалпы болашақта немесе бірнеше айдан кейін сіз өміріңізді ол кісімен жалғастырғыңыз келмейтін шығар. Сондықтан да ондай жаңағы қиын жағдайлар орын алмас үшін біреудің жаңағы любовь и бракқа біреудің суретін жапсырудан аулақ болыңыздар. Онда да жаңағы түрлі әдемі суреттермен көмкеруге болады деп ойлаймын. Дети и творчество. Жас қыздарға бала туғысы келмейтін, қазіргі таңда бала тууды жоспарлап жүрмеген қыздарға баланың суретін жапсыруға болмайды. Сондай-ақ жаңағы помощники путешествия, друзья дейді. Бұл жерде жаңағы четко пишите дату, место, куда хотите поехать. Не себепті? Себебі онда мысалы әрине бітіп жазсаңыздар, мен осы жазда Францияға барғым келеді, немесе мен осы жазда Италияға барғым келеді деп жазуға болмайды. Ол жерде нақты Италияның қай қаласына, қай ауданына, жаңағы қай көшесіне, тіпті қай гостиницаға барғыңыз келеді, және қай уақытта, соның бәрін нақтылап тізіп тұрып жазу керексіздер. Әрине, суреттен басқа жазуға да болады.
Сондықтан да сол жаңағы тура гостиницаның суретін жапсырып қойыңыз. Тура сол көшенің суретін жапсырып қойыңыз. Сол жаңағы ауданның, ауылдың суретін жапсырып қойыңыз. Жаңағы өзіңіздің барғыңыз келген жердің. Бірақ та жалпы Грузия немесе жалпы Египет, жалпы Турция деп айтуға болмайды. Нақты қаланың, нақты ауданның атын жазу керек. Немесе соның суретін қою керек. Одан кейін карьера, образование, мудрость, знание. Одан кейін жаңағы дом, семья, деньги. Кстати, ақшаны белгілеген кезде, ақшаның суреттерін жапсырған кезде кредитный карталардың суретін жапсырмаңыз. Ол жаңағы сіздің өзіңізге кредитный карталарының көбеюін тілеп отқандай боласыз. Және де ұшып жүрген ақшаны жапсырмаңыздар. Мысалы, болады ғой бүйтіп ұшып жүрген көп ақшаның суреттері. Ондайды жапсырмаңыз. Себебі ақша айналаңызда ұшып жүреді, бірақ қолыңызға қонбайды. Сондықтан да ондай жаңағы логикалық тұрғыдан жат суреттерден аулақ болыңыздар. Жалпы бұл карта желаниеді жасаған кезде ең бірінші әр жаңағы главасына, мысалы, бала болсын, карьера, здоровье, дом, образование, деньги, әр главасына кәдімгідей өзіңіздің уақытыңызды бөліп, асығып жасауға болмайды. Бұл карта желаниеді уақытыңызды бөліп, жаңағы эмоцияңызды беріп, энергия дейміз ғой, бұның бәрі жалпы энергия негізі. Энергияңызды бөліп, ойыңызды жаңағы армандармен толтырып, сөйтіп отырып, жаңағы үлкен бір эмоцияда отырып жазыңыз. Эмоцияда отырып жаңағы суреттерді кесіп жапсырыңыз. Әр главасы сіздің өзіңізге жаңағындай бір үлкен бір әсер сыйлау керек. Және де бұл карта желаниеді ешкім көрмейтін жерде, бірақ та өзіңіз күнде көріп жүретін жерде қою керек. Ешкім көрмейтін жерде әрине ол түсінікті, себебі әр адам келіп сіздің арманыңызды, мақсатыңызды, жоспарыңызды біліп алмас үшін, және де жалпы сізге келіп көптеген сұрақтарды қоймас үшін, жалпы ол да бір энергия ғой. Біреу қызғана қарауы мүмкін, біреу мақтана қарауы мүмкін. Оның ешқандай энергия бұл карта желаниеға басқа біреудің әсер етпес үшін, жалпы сіздің ғана энергияңыз әсер ету үшін, сондықтан да бұны өзіңіз күнде көретін, бірақ басқа ешкім көрмейтін жерге қойып қойыңыз. Және күнде қарап тұрған кезде оған міндетті түрде бар энергияңызды салып, тағы да жаңағы армандарыңызға көз жүгіртіп, жалпы жаңағы путешествие дейміз ғой, сол саяхатқа тағы да бір арманыңызбен барып келіп, жаңағы деніңіз, саулығыңызды күнде өзіңізге тілеп, отбасыңыздың амандығын тілеп, ақшаңыздың көп болғанын ойлап, сөйтіп жаңағы таңертең күнде бір 2-3 минут бітіп энергия жинап алатындай, күш-қуат жинап алатындай, сондай карта желаний болу керек. Міне жалпы карта желаний жайында айтпағым осы. Пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.